Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң, және оны жүргізетін мен Аружан. Біз Қазақстан мен әлемнің киберспортына қатысты жаңалықтарды айтамыз. Біз бұған дейін әр жексенбі сайын жаңалықтарды кешіктіріп шығарып жүрдік. Сол себепті оқырмандардың ұсынысын ескере отырып, біз енді әр бейсенбі сайын YouTube арнамызға шығатын болып шештік. Киберспортқа қатысты маңызды ақпарат пен жаңалықтарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Биыл қазан айында жылдағыдай Dota бойынша The International турнирі өтеді. Осы жылы Valve турнирді Сиэтлде өткізбек. Топтық кезек 12 қазаннан басталады. The International жүлде қоры кейінгі жылдары аз болғанымен, сарапшылар бәрібір жарыстың өте қызық болатынына сенімді. Кейбір командалар қазірдің өзінде Америкаға ұшып кетті, ал Nine Pandas, Gladiators, Virtus.pro және Entity командалары бір ұшақпен барғанын әлеуметтік желіде бөлісті. Қатысушыларға сәттілік тілейміз. Айтпақшы, Spirit командасы бірінші орын алу мүмкін деген болжам бар. Бұны Dota 2.ru порталы Austin Capitalist Walsh'тың ағылшын тіліндегі подкастына сүйене отырып жазған. Оның пікірінше екінші орынды Gaming Gladiators командасы алуы мүмкін. Айтпақшы, Spirit командасы The International'ге бармас бұрын Nirvanaның Smells Like Teen Spirit әніне кавер жазды. Бір қызығы рок-топтың вокалисті Курт Кобейн Сиэтлде қайтыс болған. Ал адамдар желіде Мирослав Мира Колпаковта музыканттағыдай емес, бәрі жақсы болсын деп әзілдеп пікір жазып жатыр. Басқа командаларда турнирге жақсы дайындалып жатыр. Мәселен, гладиаторлар вестерн жанрына ұқсас өз жолдары туралы кинематографиялық бейнебаян түсірді. Эпизодтық рөлде сүйкімді таспақандта көруге болады. Ал Бетбум командасы комикс шығарды. Бұл жолы Сиэтлге жол сериясының соңғы эпизоды шығады. Олар оның бірінші бөлімін шілде айында таныстырды. Комиксті Бетбум.ru сайтынан оқи аласыз. Quest eSports киберспорт ұйымы енді PSG мен бірге жұмыс істейді. Команда The International 2023-те дебют жасап, PSG Quest атауымен жаңа формамен шығады. Ойыншылар арасында қазақстандық Айбек Тие 2000 Тоқаев та бар. Бұл туралы PSG қызметкерлері Инстаграмдағы парақшасына, ал команда Твиттерде жариялады. Айтпақшы, команда мүшелерінің Сиэтлге келген фотосы да бар. The International финалы 29 қазанға жоспарланған, бірақ қазірдің өзінде оған қатысты көптеген болжам айтылып жатыр. Әсіресе блогерлер турнирде тағы жаңа кейіпкерлерді таныстырады және олар бірнеше болуы мүмкін деген пікір айтады. Өйткені бұл әдетте The International'да жыл сайын болатын нәрсе. Человек самовар YouTube арнасында екінші кейіпкердің аты Б әрпінен басталуы мүмкін дейді. Болжам шынымен орындала ма екен, оны көре жатамыз. Стример Ярослав Н.С. Кузнецов Dota 2-де турнирге келушілерге арнап сирек заттары бар сандық қойылуы мүмкін деп айтады. Ол турнирді ұйымдастыру жөнінде Telegram арнасына мынадай пікір жазыпты. Қандай командалар болатыны, жеребелер форматы туралы ақпараттың әлі шықпағаны өте біртүрлі. Турнирден 3 күн бұрын шығатын ресми кастерлер туралы ақпараттың жоқтығы да таңғаларлық депті. 7 қазанда Dota 2 жаңарды. Енді Magic Wand'ты ойын басталмас бұрын дүкеннен алуға болады. Бұл дегеніміз, сіз матч алдында керек затты сатып алып, ойынға дайындала аласыз. Бұдан бөлек ойындағы техникалық қателер де түзетілді. 27-сінен 28 қыркүйекке қараған түні Dota 2 алдағы чемпионатқа байланысты компендиум шығарды. Оны әдетте ресейлік ойыншылар көп сатып алады, ал екінші және үшінші орындарда Қытай мен ақш ойыншылар алады. Нави командасының құрамында Dota 2 бойынша 4 адам, 2 қазақстандық, 2 украиндық ойыншы қалды. Даниэль Әлібаев ойыннан кетті. Ол қазір еркін ойыншы. Dota 2 неттегі пікірде ол жігіттермен жақсы қарым-қатынаста болғанын айтып, жақын арада стрим жасаймын дейді. Хоббитті командадан шығарып тастағысы келді ме? Абай Хоббит Хасенов туралы түрлі қауесет шықты. Тарқатып айтар болса, қазан айының басында бірнеше инсайдер Абай командадан шығады. Оның орнына командаға Кирилл Бумыч Михайлов келеді деген ақпаратты растады. Бақтағы ақпаратқа сүйенсек, осы кезде Кирилл жұмбақ фотосуреттер шығара бастаған. Жанкүйерлер команданың әлеуметтік желілеріне Абайды қалдырыңыздар, ол ең жақсы ойыншылардың бірі деп пікір жазған. Интернетте тіпті $500 миллион басталатын Бумич трансферінің болжамды сомасы шықты. Нәтижесінде Абай командада қалып қана қоймай, капитан болады екен.
Айтпақшы, Cloud9 командасының мергені Дмитрий Соколов сұхбатында жаңа көшбасшыны мақтады. Естеріңізге салайық, Абай Хоббит Хасенов жоғары лигада қалған жалғыз қазақстандық. Біз де оның сол дәрежеден түспегенін қалаймыз. Ал сіздер не дейсіздер? Ал Blast Premier Fall Show'дан 2023-те Cloud9 командасы жеңіске жетті. Команданың телеграм талдаушысы сол кезде Абай Хоббит Хасенов капитан рөлін атқарған дейді. Нәтижесінде команда Blast Premier Fall Final 2023 ойынында $20 000 мен слот алды. Қазақстандықтар үшін CSGO-да өте біртүрлі жағдайлар болып жатыр. Біз өткен шығарылымда айтуды ұмытып кеткен едік. Мәселен, Counter-Strike бойынша 23 жастағы Санжар Нилан Исхаков Gamer Legend'нен кетіп қалды. Ойыншы 2 ай бұрын ғана командаға қосылған. IEM Cologne 2023 және Gamer 8 2023-те топ 8-ге кірген еді. Енді команданың жаңа капитаны қазанның ортасында таныстырылады. Кейбіреулер офферде Михаил Акалышев главатый алу мүмкін деп болжайды. Ал ол 1 жылдан астам уақыт ойнаған жоқ. Осы және басқа да командалық ауыс-түйістер туралы пікіріңізді жаза кетіңіз. Counter-Strike 2 бойынша Team Vitality командасының жаттықтырушысы Дэнни Зоник Соренсен Falcons eSports командасына ауыспақ. Бұл ақпаратты Cybers.ru растады. Зоник 2 жылға уақыт бойы Team Vitality'де жаттықтырушы қызметін атқарды. Ал Seekers-тың жазылуынша 37 жастағы ойыншы жалақыға байланысты келіспеушіліктерден кейін командадан шыққан. Қазір Vitality Hail TV командалардың рейтингінде бірінші орында тұр. Олардың 900-ден астам ұпайы бар. Ал жаттықтырушы командадан кеткеннен кейін бұл көрсеткіш өзгеруі мүмкін бе? Ойыңызды жаза кетіңіз. Өткен демалыста Алматыда алғаш рет MLBB бойынша MCCS2 LAN финалы өтті. Disworld командасы жарысты жеңіске жетіп, M5 World Championship'ке жолдама алды. Енді команда желтоқсанда Филиппинге барады. Киберспортшыларға сәттілік тілейміз. Жақында алматылықтарды тағы бір керемет жаңалық күтіп тұр. Келесі демалыс күндері, дәлірек айтсақ 21 және 22 қазанда Алматыда CSGO бойынша 100 000 теңге және Dota 2 бойынша 50 000 теңге жүлде қорымен Fast Cup турнирі өтеді. Хабарландыру iPlay eSports Instagram парақшасында жарияланды. Сонымен бірге қазан айының соңында Астанада Dota 2 және Counter-Strike 2 бойынша 5-5 турнир өтеді. Ал ондағы жүлде қоры 30 миллион теңге. Мальта Vibes Tour чемпионаты аяқталды. Dota 2 турнирі 26 қыркүйек пен 6 қазан аралығында онлайн режимде өткен еді. Онда 16 команда $50 000 үшін бақ сынасып, Nimiga Gaming командасы чемпион атанды. Халықаралық eSport федерациясында кадрлар ауысып жатыр. ISF президенті Влад Маринеску президент қызметінен кетті. Оның орнына уақытша Сауд ханзадасы Фейсал бин Бандар Аль-Сауд тағайындалды. Ол бұған дейін вице-президент болған. Қазақстандық Sly Machine командасы PUBG Mobile'да античит қолданбағандықтан PMCO-дан шығып қалды. Бұл туралы Telegram арналар хабарлады. Дәл сол қателік жасаған ойыншы Konina Power командасының мүшесі болған кезде де осындай қателік жіберген екен. Бәлкім сол жағдайдан ол сабақ алмаған. League of Legends ойындарының YouTube арнасында Сирена дауысы атты жаңа бейнебаян шықты. Видеодан Элиза, Акали, Синдра және Нила, Намидің жоғарғы сиқыршылары, сондай-ақ ескі құдай Мордекайзердің жаңа скиндерді алатын байқауға болады. Ал бұл жанкүйерлерге әлбетте ұнап жатыр. Олар бұл өте керемет. Біз әйтеуір дегенде өзімізге лайықты нәрсені алдық деп пікір жазып жатыр. Бұл жаңалыққа Cyber Алан редакциясы да өте қуанышты. Ал енді біздің тұрақты рубрикамыз киберспорттағы қызық талдауларға тоқталсақ. Қай жастағы киберспортшылар көп ақша табады? Сарапшылардың пікірінше, былтыр 21 жастағы ойыншылар $90 миллион ақша алған. Сонымен бірге сарапшылар 24 жастан кейін киберспортшылардың кірісі төмендейді дейді. Ал сіз бұл туралы қалай ойлайсыз? Біз Cyber Алан командасы Қазақстанда киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты ақпаратты тарату мақсатында әр апта сайын бейсенбіде осындай шығарылымдарды жариялап отырамыз. Маңызды ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, біздің Telegram, YouTube арнамызға, TikTok пен Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.